Қайырлы күн баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін бауырсақтың рецептімен бөлісейін деп жатырмын. Жұмсақ мамықтай болып шығады. Мен ұсынған рецептпен міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Менің видеом ұнаған болса, арнама тіркеле кетіңіздер. Лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап қойыңыздар. Жақындарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Ол үшін бізге бірінші керегі жылы су. Мен жылы суымызды ыдысымызға құйып алдым. Жылы суымызға бір қасық майонез саласыздар. Майонезімізді саламыз. Дрожжымызды саламыз. Бір қасық. 10 грамм тұзымызды саламыз. Бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аласыздар да қамырларыңызды иінді боласыздар. Ұндарыңызды бірақ салып жібермейсіздер. Аз-аздан салып қамырымызды боламыз. Мен керекті ұнымызды өлшеп 53-тен өткізіп алдым. Міндетті түрде 53-тен өткізіп алсаңыздар, бауырсақтарыңыз жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Міне мен қамырымды илеп алдым. Енді осының үстіне майымызды құйып басатын боламыз. Ұндарыңызды өлшемнен артық қоспаңыздар. 700 граммдай кетеді. Өлшемнен артық қоссаңыздар, бауырсақтарыңыз тығыздай болып шығады. Сондықтан өлшемде көрсетілгеннен артық қоспауға тырысыңыздар. Жақсылап иығын қандырып басып қоямыз. Міне мен қамырымды илеп болдым. Енді оның бетін салақанмен жауып, орамалмен орап, жылы жерге көтеруге 1 сағатқа қоятын боламын. Міне біздің қамырымыз көтерілді. 1 сағат тұрып, бұны бір басып, бірінші көтерілгенде сразу пісірмеңіздер. Бір басып, тағы бір 15-20 минутқа қойып қойсаңыздар, бауырсақтарыңыз үлпілдеп, күшті болып шығады. Міне біздің қамырымыз көтерілді. Екіге бөліп, бауырсақтарымызды кесетін боламыз. Қолымыздың көмегімен басып алып, жайып алатын боламыз. Стаканды көмегімен ойдым оған. Мен көріп тұрғандарыңыздай барлық бауырсақтарымды кесіп алдым. Енді майымыз қызғанша бетін жауып қойып қоятын боламын бауырсақтарымызды. Майымыз қызды. Енді бауырсақтарымызды біртіндеп салып пісіретін боламыз. Бауырсақтарыңыздың бір жақ беті піскенше пісіретін боласыздар. Піскеннен кейін екінші бетін аударып, сары түскенше пісіретін боламыз. Бауырсақтарымызды барлығын пісіріп алдым мен. Көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ, мамықтай болып шығады. Сіздермен бірге болған мен Гүлмира. Ас болсын.